Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы анықтамасы бойынша репродуктивті денсаулық бұл репродуктивтік жүйеге, оның функциялары мен процестеріне қатысты барлық салаларда аурудың болмауы ғана емес, толық физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқат жағдайы. Репродуктивті денсаулықты қалай сақтауға болады? Бала туу үшін оңтайлы жасты таңдау. Ананың денсаулығын қалпына келтіру үшін қажет балалардың 3 жасқа дейін туу аралықтарын сақтау. Контрацепцияның қауіпсіз және тиімді әдістері. Жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын алу. Жаман әдеттерден бас тарту. Репродуктивті денсаулыққа әсер ететін факторларды білу, оны сақтаудың алғашқы қадамы болып табылады. Контрацепцияны ақпараттандыру және сауатты қолдану қажетсіз жүктіліктің және жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың алдын алады. Бұл ауруларды уақытылы диагностикалау және емдеу, инфекциялық және қабыну процестерінің репродуктивті функцияға теріс әсерін азайтуға көмектеседі.